жаратылыстану пәні 2-ші сынып қаңқа құпиясы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз адамның қаңқа жүйесі туралы өткелі отырмыз. Қаңқа не үшін қажет екенін түсінеміз. Қаңқа бөліктері мен атауларын білеміз және танысамыз балалар. Тірек сөздер қаңқа, сүйектер, дене сымбаты атты сөздермен таныс боламыз. Дене мүшелеріміздің құпиясын зерттейміз бүгін. Яғни денеге қалай күтім жасау керек, дене сымбатын қалай жақсартуға болады, адамның қозғалуына не көмектеседі? Осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз бірлесіп. Адамның дене мүшелеріне келетін болсақ, ең бірінші бас, көз, құлақ, ауыз, шаш, мұрын, мойын, қол, іш, аяқ. Яғни біздің 12 мүшеміз бар балалар. Енді балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Мына киіз үйге қаңқа не үшін керек? Егер қаңқа болмаса киіз үй тұрар ма еді? Жоқ, яғни киіз үйге әдемі болып тұру үшін, барлық қабырғасы тең тұру үшін оған қаңқа керек екен. Сол сияқты барлық жануарларға да қаңқа керек. Міне сендер назарларына келесі суретті ұсынбақшымын. Бірінші балық, екіншісі жылқы. Қарайықшы кәне, осы жануарлардың денесінде қаңқа болмаса, олар қалай тіршілік етеді? Яғни, оларға да қаңқа керек екен. Қаңқа деген не? Қазір айтамын. Қаңқа сүйектерден құралады. Олардың бәрі біріге тізе сүйектері санға келіп жалғасады. Одан да өзіден сұрайықшы. Қаңқа негізгі міндеті денеге тірек болу. Ол жүрек және ми сияқты маңызды ағзаларды қорғайды. Адам бойындағы барлық сүйек қаңқаны құрайды. Сол себепті денемізді тік ұстап жүреміз. Бұл түсінбей жатыр. Қаңқа денені қалай ұстап тұрады? Сіздің орындығыңыз сияқты ма әке? Ағаш шыбықтар бірігіп орындықты ұстап тұр ғой. Сол сияқты ма? Өте дұрыс айтасың, Дейзи. Жарайсың. Бақшада қаңқадан құралған тағы не бар әке? Бұл жөнде ойланып көрім керек. Мен біреуін білем. Жүріңіздерші. Мұна темірлер бірігіп, аткеншекті ұстап тұр. Дұрыс Оли, дәл таптың. Бұды ойнатыңдар. Ал мына өткеншектің қабырғасы сияқты. Ол да бұды дәл солай қорғап тұр, мінекей. Алақай! Керемет, екеуің әп сәтте қаңқаның екенін түсініп алдыңдар. Тағы мысал таба аласыңдар ма, балалар? Келді! Қызық, жапырақтың да қаңқасы бар екен. Мынау да қаңқа сияқты. Жақсы түсініп алдық. Балалар, видеоны көріп алдық, енді суретке назар саламыз. Сендердің алдарында адамның қаңқасы. Қаңқа адам денесін ұстап тұратын сүйектер жиынтығы. Ол ішкі мүшелерді қорғайды, әрі денеге пішін береді. Бас сүйек бастың пішінін береді. Қабырғалар, төс сүйек пен омыртқа кеуде қуысын қорғайды. Енді назар саламыз. Бас сүйек, төс сүйек, омыртқа, аяқ сүйектер, жамбас сүйектер, қол сүйектер, қабырға сүйектері болып бөлінеді екен балалар. Балалар, ересек адамда 200-ден астам сүйек болады екен. Енді келесі суретке назар саламыз. Қай балаға денесі дұрыс ұстау туралы кеңес берер едің? Партада қалай отыру керек? Оның дене сымбатына қандай әсері бар? Сен өзің партада қалай отырасың? Үнемі ұстаздарың сабақ барысында кеудеңді тік ұста, жазу жазғанда денеңді тік ұстап жаз деп ескертіп отырады. Яғни қисық отырсақ, біздің артқы омыртқамыз қисық болады екен. Яғни дене сымбатымыз бұзылады. Дене сымбаты дегеніміз адам денесінің дұрыс қалыптасуын біз дене сымбаты деп атайды екенбіз балалар.
Сондықтан да үнемі партада отырғанда, үйде, үй тапсырмасын орындағанда түзу отыруға тырысамыз балалар. Сен білесің бе? Қаңқа сүйектері мықты болады, бірақ қатты соқ қалса сүйек сынуы мүмкін. Баланың сүйегі сынса, қарт адамға қарағанда тез бітеді екен балалар. Сондықтан да абай боламыз. Есімізге сақтаймыз. Дене сымбатын дұрыс қалыптасу үшін арқан мен иығыңды тік, басыңды көтеріңкі ұстауың керек екен. Осыны үнемі естен шығармау керек.